Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін осындай ою үлгісіне кесте тігеміз. Ең алғашқы осындай клейменен қызыл тасымызды жабыстырып аламыз. Оюдың жоғарғы бөлігіне әдемілеп орнатып жабыстырып аламыз. Келесі осындай моншақтарымызды әр оюдың бұрылған жеріне тігіп аламыз. Ал кеттік. Әдемілеп иңгерменен тігіп аламыз. Тігіп болған соң жақсылап түйіндеп аламыз. Келесі моншақтарды тігеміз. Міндетті түрде 2-3 қайтара тігіңіздер, себебі моншақ босап кетуі мүмкін. Тіккен кезде оюдың тура бұрылған жеріне тігіңіздер. Дәл осы жерде қалай түйіндейтінін көрсете кетейін. Астыңғы жіптен инені өткізіп алып, 2-3 рет түйіндеп аласыздар. Себебі сеткадағы жіп тез сөгіліп кетуі мүмкін, босап кетуі мүмкін. Дәл осылай 2-3 рет түйіп аласыздар. Келесі 3 моншақты дәл осындай етіп тігіп аламыз. Осы қалыпта. Міне бәрін тігіп біттік. Енді клейімізді алып, стразовый ленталарымызды жапсырамыз. Дәл осындай клей өте тиімді, себебі ұшында кішкентай ғана воронка сияқты узкий болып келеді, жаққанға да ыңғайлы. Клей болмаса қолдың ебімен тігуге болады. Әдемілеп стразовый ленталарымызды жабыстырып аламыз. Клейменен тез қатып қалады. Клей жақсы ұстайды, сол кезде тігіп үлгерсеңіздер болады. Дәл осындай ретпенен жабыстырып аламыз. Қажет емес жерін кесіп алып тастаймыз. Қолдың көмегімен немесе басқа құралдың көмегімен түзулеп қойсаңыздар болады.
Келесі жағында дәл осындай ретпенен клейлеп жабыстырып шығамыз. Енді осының бәрін ине жіппенен тігіп шығамыз. Әр тасты жеке-жеке тігіп шығасыздар. Себебі бұрылған жердегі тастар босап кетуі мүмкін. Кей кезде бұрылған ұзындау жерлерінде екі тастан кейін тіксеңіздер болады. Ал мен олай тіккен жоқпын. Әр тасын жеке-жеке арасынан жіппен тігіп шықтым. Дәл осылай әр тасты жеке-жеке тігіп шығамыз. Біреуін толық көрсетейін сіздерге. Дәл осылай бүкіл стразы лентаның тастарын тігіп шығатын боламыз. Келесі дәл төбесіндегі қызыл тасымызды қызыл бисерлермен айналдырып тігіп шығамыз. Ол үшін бізге 5 кішкентай қызыл бисер, 1 хрусталик, 1 сары пайетки және үлкен ақ пайетки. Дәл осы тізбекпенен тізіп, қызыл тасымызды айналдырып тігіп шығамыз. Жіптің шыққан жерменен қай жерге қарай тігетінімізді видеодан қарап көріп алыңыздар. Себебі сәл 1 мм қисық кетсе, моншақтың реттілігі бұзылады. Мен сіздерге арнайы сабақ дайындап қойдым. Осындай моншақтарды қалай бір жанына бір ретпен тігу керек екенін менің YouTube каналымнан көрсеңіздер болады. Дәл осындай сабақтарды көргілеріңіз келсе, менің каналыма жазылып қойыңыздар және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең соңғы тасты дәл төбесіне қарай тігеміз. Келесі екінші жағын симметриялы түрде аламыз. Яғни 5 бисер аламыз. 5 бисерді жоғарыдағы хрусталь тасқа тігеміз. Сонда біздің бұрышымыз әдемі болып шығады. Келесі астынан бастаймыз. Астынан тура сол ретпенен 5 бисер, 1 хрусталь, 1 сары пайетки, 1 ақ пайеткимен тігеміз. Сіздер бисердің түсін, тастың түсін, пайеткилердің түсін өздеріңіз қалауыңызбен таңдасаңыздар болады. Дизайнын өздеріңіз шығарсаңыздар болады.
Дәл осы ретпенен тігіп шығамыз. Басында қиын, әдемі емес болып көрінуі мүмкін. Тігіп шыққаннан кейін ол өте әдемі болып шығады. Сондықтан бисермен тігумен, кестелеумен қорықпаңыздар. Бірте-бірте қолыңызды үйретесіздер. Қолыңызда қандай моншақ бар, сонымен тігіп үйрене беріңіздер. Егер кестелеуді қатты жақсы көрсеңіздер. Ең соңғы тасымызды осы екі ортаға сыйдырып тігеміз. Сонда арасында кеңістік қалмайды. Енді мынау астындағы бос жер ашық қалды. Осы жерге біз қызыл хрусталик тігіп жібереміз. Сонда асты бос қалмайды және жаман көрінбейді. Астында екі қызыл бисерден тігілген салбырап тұрғанын көріп тұрсыздар ғой. Ол жерден қорықпаңыздар, инеменен жоғары тартып тігеміз. Дәл видеодағыдай, егер сізде осындай болып қалса, дәл видеодағыдай тігесіздер. Инені алып, қызыл моншақ бисердің астынан аламыз және жоғары қарай тартып тігеміз. Сонда моншағымыз жоғары қарай тартылады. Және екінші жағында дәл солай тігіп аламыз. Жоғары қарай тартып. Өте әдемі болып шықты. Дәл осылай жоғары қарай тартып тігіп алсаңыздар болады. Кейде жіптер 3-ші, 4-ші бисерге жабысқалы мүмкін, осылай түзетіп жібересіздер. Өте әдемі болып шықты. Бір-екі рет тігіп жіберу керек артынан. Мына жер ашық екен, кішкентай қызыл хрусталик тігіп жіберемін мен. Сонда бос орын қалмайды. Келесі 5 сары бисер, 1 хрусталь, сары пайетки және сары пайетки аламыз. Оюлардың бұрылған жерлерін айналдырып тігіп шығатын боламыз. Ол үшін оюдың бас жағынан алып, бірінші өлшеп аласыздар. Қай жерде тура келеді, сол жерде инені қадап тігесіздер. Және осыны айналдырып тігіп шығамыз.
әр екінші бисердің жанынан енені шығарып отырасыздар. Сонда сіздерде бір реттілік болады. Және жоғары жағынан 1-2 мм жоғары алып отырасыздар хрустальды. Себебі хрустальдың өзінің де размері бар. Егер дәл жанынан алатын болсаңыздар, моншақтарыңыз бірінің үстіне бірі шығып, реттілігі бұзылып қалады. Мен сіздерге бірінші айналым оюын толық көрсеттім. Бәрін тізбектеп, аяғына дейін қалай тігілуін көріп алыңыздар. Келесі ою жолдарын бәрін дәл осы ретпенен тігеміз. Оюдың біткен жерінде, яғни бисер моншақтарымызды сол жерден аяқтаймыз. Кейін соңғы моншақты қалай аяқтайтынын көріп алыңыздар. Осылай аяқтаймыз. Келесі дәл осындай ретпенен видеода көрсетіліп тұрған оюлардың иірімдерінің бәрін осы ретпен тігіп шығамыз. Дәл осылай шықты. Мен бәрін тігіп шықтым. Келесі астыңғы осы оюдың астыңғы жағын тігеміз. Ол үшін осындай капелька моншақты дәл ортасына тігіп аламыз. Сіздер ол жерге әдемі тас тіксеңіздер де болады. Маған осы капелька моншақ ұнады. Сондықтан осы моншақты тігетін боламын. Дәл ортасына емен 2-3 қайтара түйме тіккендей қылып тігіп аласыздар. Моншағымыз қимылдап кетпесін. Келесі 5 бисер, 1 хрусталь, 1 сары, 1 ақ баятке алып, жанына қарай тігетін боламыз. Моншағымызды айналдыра тігіп шығамыз. Бірінші өлшеп аламыз. Қай жерге келеді, сол жерден бастап тігеміз.
Сіздерге сабағым ұнаса, астына өз пікірлеріңізді комментарийға жазып кетіңіздер. Және қандай сабақты көргендеріңізді қалайсыздар, оны да жаза отырыңыздар. Каналыма жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Ортаңғы моншақты тіккеннен кейін келесі жанынан аламыз. Себебі ортасынан шетіне тіксек, моншақтарымыз әдемі көрінбейді. Симметриялы болу үшін жанынан алып тігеміз. Яғни ортасына қарай тігеміз. Барлық моншақтарды сыйдыруға тырысамыз. Яғни ең соңғы моншақ дәл ортасына сию керек. Екі хрустальдың ортасына сию керек. Мінекей, дәл осылай әдемі болып шығады. Тігіп көріңіздер. Маған қатты ұнады. Сіздерге ұнаса лайк басып, қолдау көрсетсеңіздер болады. Келесі екінші жағынан алып тігеміз. Себебі симметриялы түсу керек, ал бас жағынан тіксек, ол дұрыс емес, тігіліп қалуы мүмкін. Соңғы тасымызды тігеміз. Дәл осы жерге сыйдыруымыз қажет. Дәл осылай шықты.